Саламатсыздар. Бүгінгі зертханалық жұмысымыздың тақырыбы жеңіл автокөлік қозғалтқышының құрылысы. Зертханалық жұмысымызды бастамас бұрын ең бастысы техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет. Ол үшін бізге арнайы оқшауланған жарық бөлме және де арнайы киімдер қажет. Зертханалық жұмысқа қажетті құрал жабдықтар. Ол арнайы кілттер жинағы және де жеңіл автокөліктің қозғалтқышы. Зертханалық жұмысты жүргізу әдісін көру үшін келесі видеоға назар аударамыз. Қозғалтқыш белгілі бір жанармайдың іштен жанғанда бөлінетін жылу энергиясын механикалық энергияға өзгертетін қондырғы. Мұндай энергияны өзгерту кезінде қозғалтқыштың иінді білігі айналу моментіне өзгереді де, нәтижесінде қозғалтқыштың айналуы бірнеше механизмдер арқылы автокөліктің жетекші доңғалақтарына жеткізіледі. Қазіргі таңда автокөліктердің көпшілігінде поршынды карбюраторлы және инжекторлы немесе поршынды дизельді қозғалтқыштар қолданылады. Кезекте қозғалтқыштың құрылысына кеңінен тоқталайық. Жоғары вольтты тұтыну сымдары, оталдыру шамдары, тұтыну катушкасы, таратқыш біліктің сезгіші және осы аталған бөлшектердің шешілу жолдары. Келесі қозғалтқыштың май деңгейінің өлшегіші, салқындатқыш түтік. Коллектор, қысым сезгіші, бос жүріс клапаны, пневматикалық жетекке арналған электромагниттік клапан, пневматикалық жетек жүйесін қабылдау коллекторы, дроссель клапаны. Дроссель клапаны, дроссель клапан сезгіші, коллектор, пневматикалық жетекке арналған электромагниттік клапан, электромагниттік клапан, шығару коллекторындегі демпферлер және де салқындатқыш түтік. Келесі бөлшегіміз ОПР клапаны, салқындатқыш жүйесінің тройнигі, салқындату температурасының сезгіші және де осы бөлшектердің шешілу жолдары. Келесі аталған бөлшектер шығару коллекторы және де жылу оқшаулағыш. Бірінші жылу оқшаулағышты шешіп алып, екінші шығару коллекторын шешеміз. Қозғалтқыштың жоғарғы бөлімде орналасқан қоректену жүйесіндегі жанармай инжекторлары, жанармай релесі және де отын қысымын бақылау құрылғысы. Автокөліктің салқындату жүйесіндегі бірден бір бөлшек термостат, детонация сезгіші және де май бөлгіш. Аталған бөлшектерді шешу алдарыңызда көрсетілген. Майлау жүйесінде май сүзгісі, май сүзгісінің бекітпесі, стартер, май қысымының сезгіші. Аталған бөлшектерді шешу алдарыңызда көрсетілген. Келесі автокөлік қозғалтқышының алдыңғы бөлігінде белдікті созу білігі, қырлы жетек белбеуі, генератор шкиві, айналма ролик, иінді білік шкиві, рульдік гидравликалық шкиві, су сорғы шкиві, салқындатқыш яғни кондиционер шкиві. Аталған бөлшектерді шешу алдарыңызда көрсетілген. Автокөліктің рульдік басқару жүйесінде рульдік сұйықтық ыдысы және де рульдік сорғы арқылы көмегімен жүзеге асырылады.
алдарыңыздағы бөлшектер белдік таратқыш, генератор, айналма ролик және де иінді білік сезгіші. Және осы бөлшектердің шешілу жолдары. Келесі бөлшектеріміз бағыттаушы айгөлек, иінді білік маховигі және артқы иіндік білік сальнигі, артқы қақпақ. Қозғалтқыштың өзі негізгі 5 топқа бөлінеді. Олар: блок цилиндрінің қақпағы, газ тарату механизмі, газ тарату механизмінің қақпағы, цилиндрлер блогы, қозғалтқыш картері. Газ тарату механизмінің қақпағы алдарыңызда көрсетілген бекітпелерін шешіп алынады және де алдыңғы иінді білік сальнигі. Газ тарату механизмінің қақпағы бекітпелерін шешіп және де ішкі бөлігінде газ таратқыш біліктің жетегі және қосымша механизмдері көрсетілген. Шынжыр, шынжырды таратқыш, шынжыр, бәсеңдеткіш. Сонымен қатар май сорғысы тізбегінің таратқышы, май сорғысының шынжыр тізбегі, иінді білік жұлдызшасы, май сорабы, жетек жұлдызшасы, май сорғы шынжырының бәсеңдеткіші. Және осы аталған бөлшектердің шешілу жолдары. Сонымен қатар қозғалтқыштың астыңғы бөлігіндегі қозғалтқыш картер табаны. Астыңғы бөлікте май қабылдағыш түтігі және май сорабы. Келесі кезекте қозғалтқыштың жоғарғы бөлігінде көрсетілген газ таратқыш білігінің шестернясы, газ таратқыш білігінің бекітпесі. Бекітпесін шешіп алғаннан кейін алдарыңызға көрсетілген жалпы клапанның құрылысына тоқталайық. Итергіш клапан, клапанның серіппесі, серіппелі табақша, клапан ұстағыш, май қыру қақпақшасы, бағыттаушы төлке, клапан орны. Келесі газ тарату механизмінің бекітпелерін шеше отырып, қозғалтқыштың жоғары бөлігіндегі механизмді бөліп алуға болады. Серіппелерді шешіп, сыртқы серіппені шешіп, табақша серіппе және де астыңғы бөліктерінде көрсетілгендей реттеу болтының түлкесі және де клапан орын. Сонымен қатар бағыттаушы түлке және де блок цилиндрінің прокладкасы, қозғалтқыштың төменгі бөлігінен иінді білік бекітпелерін шеше отырып, біз иінді білікті қозғалтқыштан бөліп алуға болады. Және иінді білікке бекітілген бөлшектерге тоқталайық. Поршень саусағы, бұлғақ, иінді біліктің түпкі әйгөліктерінің ішпектері және де иінді білік. Шатунның бекітпелерін, поршеннің бекітпелерін шеше отырып, біз иінді біліктің өзін бөліп аламыз.
және де поршень саусағын ажырата отыру арқылы бөлшектерге бөлуге мүмкіндік береді. Келесі, поршеннің жоғарғы бөлігінде компрессиялық сақина, майыстырғыш сақина және де серпімді сақиналардан ажыратуға болады. Зертханалық жұмысты қорытындылау үшін келесі бақылау сұрақтарына жауап береміз. Автокөліктің техникалық сипаттамасы нені қамтиды? Екінші, жүк автокөліктерінің және жеңіл автокөліктерінің ерекшелігі. Үшінші, иінді білікті бұлғақты механизмнің құрылысы және де соңғы төртінші, қозғалтқыш цилиндр блогының құрылысы. Үйге берілетін тапсырма автокөліктің қозғалтқыштарының құрылысы және негізгі бөлшектері. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.